Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте жұмсақ әрі нәзік болып шығатын осындай керемет бауырсақ рецептімен бөлісетін боламын. Бауырсағымызды жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге ең алдымен 250 мг сүт және де дәл сондай көлемде жылы су қажет болады. Және қант, тұз, ашытқы және сары майды ерітіп қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Массамыз толық араласқаннан кейін үстіне ұнды себелеп отырып, бірден салып алмай, шетінен осылай сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз және қамырымыз қолға жабысып тұрғанда осылай сұйық майды салып жіберіп және тағы да бір илеп аламыз. Қамырымызды бетін жауып жылы жерге көтерілгенше қалдырамыз. Бауырсақтардың толық рецебін видеоның астындағы описание бөлімінен көре аласыздар. Біздің қамырымыз көтеріліп дайын болғаннан кейін осылай ыдыстан алып қажетінше бөліктерге бөлеміз. Және де осылай жеке-жеке күлшелеп алғаннан кейін бетін жылы матамен жауып тағы да көтерілгенше күтеміз. 2-3 минут күтуге болады. Біздің қамырларымыз толық демалғаннан кейін осылай оқтаудың көмегімен немесе қолымызбен басу арқылы өте жұқалап алмай қалыңдығын орташа қалыңдықта етіп осылай жаямыз және де формамен осылай дөңгелек етіп ойып шығамыз. Егер қаламасаңыз 4 бұрышты форма беріп кессеңіз де болады. Дайын болған қамырларымызды осындай орамалға тізіп аламыз және де бетін тағы да жауып 5-10 минутқа көтерілгенше қалдырамыз. Келесі кезекте қызып тұрған майымызға демалып көтерілген бауырсақтарымызды шетінен салып, осылай аудара отырып қуырып аламыз. Майымыз кішкене көлемі көбірек болғаны жақсы. Бауырсақтарымыз толық екі жағынан да араласып біркелкі болып пісетін болады. Бауырсақтарымыз екі жағы да қызарып осылай әдемі болған кезде майдан аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай бауырсағымыз керемет болып шықты. Жасап көріңіздер. Менің каналымда бұдан да басқа рецепттер бар. Жазылуды ұмытпаңыз.